Достар, сәлем барлықтарыңызға. Бүгін сіздермен бірге үй жағдайында балалар сүйіп жейтін және де өте жеңіл жасалатын фри түрімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде толық қарап шығыңыздар. Құрамына керекті заттар: картоп, паприка және де сұйық май бізге қажет болады. Ең алдымен орташа болған 3 дана картопымызды аламыз да, фридің пішіні секілді ұзынша етіп, яғни соломка ретінде барлығын турап алатын боламыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша, егер де көп жасағыларыңыз келсе, 5-6 дана картопты да қолдансаңыздар болады. Мен өте аз ғана етіп, осы 3 орташа картопты алған болатынмын. Видеода көрсетілгендей етіп турап алатын боламыз. Міне мен барлығын турап ыдысыма салып алдым. Енді салқын сумен үстінен құйып және де картоптарымызды жуып алатын боламыз. Міне картоптарымызды жуып алдық, дайын болды. Осында үйлеріңізде шашық болатын болса, шашыққа барлығын біртіндеп картоптарды жайып шығатын боламыз, яғни суы сіңгенше. Міне бізде дайын болды. Оның үстінен жарты шай қасық етіп тұзымызды саламыз, паприкамызды салатын боламыз өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Және де үйде кез келген кептірілген ас көктердің осындай дайын приправасы сатылады, сондайды қоссаңыздар да болады. Және қасықтың көмегімен барлығын жақсылап тұрып араластырып алатын боламыз, яғни барлық жері бір-біріне сіңгенше. Содан соң пергамент қағазымызды дайындап аламыз да, ыдысымызға жайғастырып жаңағы дайын болған картоптарымызды соның үстінен барлығын жайып қойып шығатын боламыз. Міне мен барлығын пергаментный қағазға салып шыққан болатынмын. Енді қызып тұрған печкамызда 180 градуста 20 минутта және 25 минутта өздеріңіздің печкаларыңызға байланысты пісіріп шығатын боламыз. Міне біздің фриіміз дайын болды. Өте оңай және де аз уақытты қажет ететін 5 минутта жасалатын фри десек те болады. Ешқандай да майға қуырып отырмайсыздар, тек қана печкаға пісіріп аласыздар. Ал достар, міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Біздің Ақ Дастархан YouTube каналына тіркелуді ұмытпаңыздар. Қазір балаларыма ұнаған реакциясын көретін боламыз. Вау, дәмі неткен дәмді еді. Сәлем достар, сіздер де осылай үйлеріңізде фри жасап көріңіздер, және біздің Ақ Дастархан каналына тіркеліңіздер. Үй жағдайында осы фри дәмдірек екен.